Сәлем достар, назарларыңызға қараша айының жаңалықтар топтамасын ұсынамыз. 8 қараша күні жастар саясаты мәселелері басқармасы және жастар ресурстық орталығының мамандары Кеңөзек ауылдық округінің жастарымен кездесті. 14 қараша күні Халил Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінде жалпы халықтық латын әліпбиінен диктант жүргізілді. 7 қараша күні Атырау өңірінде алғаш рет грант бал қайырымдылық балы өтті. Бұл бал Атырау өңірінде алғаш рет болғандықтан бұл қала жұртшылығы үшін ерекше дүние болды. Театр өмір айнасы деп жатамыз. 16 қараша күні халық шығармашылық ортасында Шыңғыс Айтматовтың Жан-пида романының желісі бойынша Жан-пида қойылымы өтті. 22 қараша күні Жасыл ел жастар еңбек жасағының Атырау облысы бойынша 5 маусымдық жабылу салтанаты өтті. 20 қараша күні Кеңес одағының даңқты батыры Бауыржан Момышұлының келіні Зейнеп Ахметова Атырау өңіріне арнайы келген болатын. Ол Атырау жұртшылығымен көзбе-көз тілдесіп қайтты. Атырауда Назарбаев зияткерлік мектебінде халық композиторы Шәмші Қалдаяқовты ұлықтауға арналған күзгі бал кеші өтті. 27-28 қараша күні Атырау облысында жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен жастармен жұмыс жөніндегі мамандар атауымен облыстық мамандар форумы өтті. 28 қараша күні жылдағы дәстүр бойынша Атырау өңірінде арнаулы оқу орындар арасында күзгі бал кеші өтті. Шайының қорытынды жаңалықтар топтамасы міне осындай. Сіздермен бірге болған арнайы жасақталды.